Сникерстерді салыстыруды жалғастырамыз. Бүгін бізде сникерс миндальмен салыстыратын боламыз. Қараңыздар, миндаль менен сникерс. Ограниченный серия. 81 грамм. Тексеретін болсақ, 82 грамм дұрыс шықты. Екеуінің ұзындығы бірдей сияқты. Сәл ұзын болып тұр миндальмен. Ол қанеке дәмін көрейік. Мынау басқа, кәдімгідей басқа шығар мынау. Бисмилла. Мынау миндаль болғанмен неге ұқсайды ғой? Өріктің дәнегі бар ғой? Ашты дәнекке ұқсайды ғой. Тура сол. Кімге ұнайды, кімге ұнамайды, әрті біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін. Маған ұнады енді. Необычно. Екеуі түр ұқсайды. Астында карамель барлық нәрселер, нугаларды бәрі ұқсайды. Орехтер әртүрлі болып тұр ғой. Мына мен миндаль деп ойласам, шынымен анау ашты дәнекке ұқсайды ғой өріктің. Тоже қызық екен бірақ. Жеп көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басыңыз. Келесі видеода осы сникерсті салыстыратын боламыз.